Estaizu billah, innehu la yuhibbul mustakbirin. Innehu расында Алла Тағала la yuhibbu жақсы көрмейді, al mustakbirin тәкаппарларды жақсы көрмейді. Құран аятында расында Алла Тағала тәкаппарларды жақсы көрмейді дейді. Және де бір аятта وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَوْحًا وَلَا تَمْشِي жүрме дейді, фил арди жер бетінде, мараха жер бетінде менменсіп жүрме. Иннәка лән тахриқал арда, иннәка лән тахриқал ард. Расында дейді, сен лән тахриқал арда, еш қашанда жерді жара алмайсың. Лән тахриқал арда, расында сен еш қашанда жерді жара алмайсың. Уәлән табулғал жибала тула, еш қашанда тауларменен бірдей бола алмайсың деген аят Исра сүресінің 37-ші аяты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде кімде-кімнің жүрегінде тозаңның түйіріндей тәкаппарлық болатын болса, жәннатқа кірмейді деген. Тәкаппарлық үлкен дерт. Алла Тағала бүкіл дүниенің жаратушы, шебер, хикметпен жаратқан. Алла Тағала біреуге орасан күш берсе, біреуге дарын берді, біреудің қабілетін жақсы қылып жаратты. Адамзатты алуан түрлі қылып жаратты. Енді осы Алла Тағаланың берген бір артықшылығын, Алланың берген бір сыйын дұрыс пайдалануымыз керек. Мәселені біреуден білімді болдым деп мақтануға, немесе мал дәулетім көп деп мастануға болмайды. Тәкаппарлық иблистің істеген күнәсі. Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратып, періштелерге адамға сәжде етуге бұйырады. Сол кезде иблис сәжде етуден бас тартты. Себебі тәкаппарлық еді. Ол жайлы Құранда былай дейді: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, біз сол кезде айттық дейді, لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, періштелерге сәжде қылыңдар деп айттық. Или Адама, Адам алейхиссаламға сәжде қылыңдар деп айттық. فَسَجَدُوا, сәжде қылды дейді. Періштелердің барлығы қайтты, сәжде қылды. Илля иблис, тек қана иблис бас тартты, сәжде қылудан бас тартты. Аба уастакбара, бас тартып, және де тәкаппарланды. Уакана минал кафирин, қарсы келушілерден болды дейді. Алла Тағаланың әміріне иблис қайтты, қарсы келді. Қарсы келу себебі тәкаппарлық. Иблис айтты: мен оттан жаратылғам, адамнан бұрын. Ал адам топырақтан жаратылған. Мен одан үстеммін, мен одан жоғармын деді. Негізі жоғарылық, үстемдік, ұлылық ол Аллаға ғана тән. Сондықтан да Алла Тағала өзінен басқа жаратылыстың тәкаппар болуын, өзіне тән сипатқа ие болғысы келуін жақсы көрмейді. Тәкаппар адам қоғамда сүйкімсіз болады. Адамдар жақтырмайды. Несіне менменсіп жүреді, несіне кісі болып жүреді. Осыдан басқа адам жоқ па екен деген сияқты сөгістерді айтып жатады. Тәкаппарлық жүректі қарайтатын іс.
тәкаппар адам кішіпейілділіктен аулақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көркем мінезінен, Құранда көрсетілген көркем мінездерден ада болады. Тәкаппар адам өзінен басқаны көрмейді. Ақиқатқа қарсы болады. Тәкаппарлықтың емделу жолы кішіпейіл болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішіпейіл болған. Бұған бір мысал келтіретін болсақ, 636 милади жылында мұсылмандар Құдыс қаласын алатын болады. Құдыс қаласының сол кездегі Византия тарапынан қойылған басшылары: біз Құдысты тапсырып береміз, бірақ халифа Омар келіп бізден келісім шартпенен алсын дейді. Халифа Омардың, Алла тағала ол кісіге разы болсын, әділдігін, тақуалығын олар білетін еді. Сонымен халифа Омар Мединеден шығып Құдысқа келеді. Жолда өзінің қызметшісі екеуі бір түйеге кезектеп мініп келеді. Дәл Құдысқа келетін кезде, қақпаға жақындаған кезде, қызметшісінің кезегі келгендіктен халифа Омар қызметшісін түйеге отырғызып, өзі түйенің бұйдасынан ұстап, қақпадағы алтынан қарсы алған Әбу Убайда ибн Жаррах сияқты мұсылман әмірлері менен сол кездегі Құдыстың билеушілеріне кездеседі. Сол кезде Құдыстың билеушілері халифа Омардың әділеттілігіне, қарапайымдылығына, кішіпейілдігіне таң қалады. Кейбіреулері ислам дінін қабылдайды. Көріп отырғанымыздай, исламның ақылағы, исламның тәрбиесі осындай. Бұндай мысал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде де өте көп ұшырасады. Бір ғазауатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі сахабамен үшеуінің ортасында бір есек болады. Бір есекті үшеуі кезектеп мінген еді. Міне Хазіреті пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам өнеге алған Хазіреті Омарлар, Хазіреті Абу Бәкірлер, ертедегі өткен ізгілер осындай мәдениеттің жоғарғы шыңында болды, кішіпейілділіктің кереметтігін дүниеге паш еткен еді. Біз дінімізді жақсы ұстанатын болсақ, Құрандағы аяттарға, Алла тағаланың әміріне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сара жолына мойын сұнатын болсақ, негізге алатын болсақ, онда тәкаппарлық дертінен аулақ боламыз, кішіпейіл, қарапайым боламыз, басқаға үлгі боламыз. Алла тағала бізді тәкаппарлықтан сақтасын.